Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздермен шоколадный капкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте нәзік, жұмсақ, дәмді, ерекше үлпілдек болып шығатын шоколадный капкейкті осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз. Видео ұнаса лайк басып, комментарияға өз пікіріңізді жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді дайындаймыз. Ол үшін ұнның үстіне какао, разрыхлитель салып, бір келкі масса болғанша араластырып қоямыз. Шоколадты капкейктер идеально шығу үшін какаоның сапасы өте маңызды. Мен кондитерлік дүкенде сатылатын Малайзия какаосын қолданамын. Сол кезде иісі бұрқырап, шоколадтың дәмі аңқып тұрады. Бөлек таза құрғақ ыдысқа бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды салып, үстіне қант қосып, массамыз әппақ болғанға дейін жақсылап миксердің ең жоғарғы жылдамдығында миксерлейтін боламыз. Құрамына қажетті ингредиенттердің мөлшерін міндетті түрде описание бөлімде жазып қалдыратын боламын. Мен 3 минут миксерледім, міне масса осылай әппақ көпіршік болды. Енді осының үстіне бөлме температурасындағы тұрған жұмыртқаны бір даналап қосатын боламыз. Масса бір келкі жақсы араласу үшін ыдысымыздың шетіндегі осылай массаны силиконды лопатканың көмегімен жинай отырып жақсылап араластырамыз. Осы дайын болған массамыздың үстіне бағана дайындап қойған құрғақ ингредиенттерімізді жақсылап електің көмегімен өткізіп қосамыз. Құрғақ ингредиенттерді міндетті түрде ситадан бірнеше бөлікке бөліп саламыз. Сол кезде біздің капкейктеріміз үлпілдек ерекше болып шығатын болады. Барлық құрғақ ингредиенттерді қосып болғаннан кейін миксердің ең жоғарғы жылдамдығында 5 минут шамасында жақсылап араластыратын боламыз. Видеода көріп тұрғаныңыздай масса өзінің формасын жақсы ұстайтын қою қоймалжың масса болуы керек. Осымен біздің капкейктің қамыры дайын болды. Ыдысымыздың шетіндегін осылай жинап, тағы бір жақсылап араластыруды ұмытпаймыз. Массаның қоюлығы дәл осы видеода көрсетілгендей болу керек. Енді дайын болған массамызды кондитерлік қалташаға барлығын жақсылап салып аламыз. Біздің капкейктің формасына ешқандай қиындықсыз құюға кондитерлік қалташа өте ыңғайлы болады. Капкейк пісіретін арнайы ыдыстарымызға осы массамызды тең жартысында етіп құйып шығатын боламыз. Дайын болған капкейктерді қызып тұрған пеште 180 градуста верх-низ режимінде пісіреміз. 25-30 минутта осылай көтеріліп, әдемі болып пісіп шығады. Пештен алмай тұрып, бірінші ағаш таяқшамен тексереміз. Егер жақсы піскен болса, пештен шығарып суытамыз. Мен креміне 33% сливки және творожный сыр қанты пайдаланатын боламын. Творожный сыр мен сливки міндетті түрде салқын болуы керек. Ең алдымен таза құрғақ ыдысқа творожный сыр мен қанты біріктіріп жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Осы массамыздың үстіне салқын сливкимізді құямыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Барлығын бір келкі жақсылап араластырып алғаннан кейін миксеріміздің жылдамдығын ең жоғарғы жылдамдыққа қойып, бір келкі өзінің формасын жақсы ұстайтын крем болғанға дейін миксерлеп алатын боламыз. Капкейкті креммен әсемдейміз. Ол үшін 336 номерлі закрытая звезда насадкасын пайдаланамын. Осы кремнің барлығын кондитерлік қалташаға салып аламын. Дайын болған кремді суыған, міндетті түрде суыған капкейктің үстіне әдемілеп, әрлеп шығатын боламыз. Достар, қазақ тілді каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып, және комментарияға өз пікіріңізді жазып кетіңіз.
Осымен біздің капкейктарымыз дайын болды. Қалауыңызша әрлеуіңізге болады. Менде бақшада өсіп тұрған мята жапырақтарымен және қатырылған малинамен әсемдейтін боламын. Осымен біздің шоколадты өте қарапайым, дәмді, үлпілдек капкейктарымыз дайын болды. Осы күйде шайға ұсына берсеңіз болады. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Сіздерге және жақындарыңызға ұнайтынына толықтай сенімдімін. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Ұлданай. Келесі видео рецептте кездескенше сау болыңыз.